Так, жігіттер. Мына бір Құрманғазы Ганшкиннің сазандары ғой. Қиғаштың. Цветтері қандай, әдемі. Ал осы сазанды қазір мына үлкен арнайы асайын деп отырмын. Осыны жегім келіп. Неге десеңіздер, ожақтың балығы дәмді. Мен енді өзім сояқта бірнеше рет болғам ғой. Мына біздің жайыққа қарағанда дәмді болады. Балдырдың дәмі шығады. Бірақ дегенмен де айтып өтейін, балдырдың дәмі шығады. Ол қиғаштың астында жейтін шөп шалаң балдырлар өте көп. Өте көп. Сол себепті олардың балықтарда, сазандарда семіз болады. Ал біздің жайығымыздың астында енді ондай дәм шықпайды. Дегенмен де қыстың сазандары семіз. Но бірақ менің өзім байқаған, мына қиғаштың сазандарының сорпасының беті кәдімгі жылқының, қазының бешбармақ қылып асқандағы сорпасы сияқты, кәдімгі жылқының жаясы сияқты сорпасы шығады да, кәдімгі бетіне май деген. Ал осыны арнайы қылып өзіме бүгін бешбармақ қылып жейін деп отырмын, ас болсын. Жаңағы үлкен сазанды кесіп тастадым. Ішін жарып тастап, іші толған икра бұның. Қыстың қақ ортасына икраны қараңыздар. Қандай икра? Кәдімгі икра дейтін өте көп енді. Так, құйрық жағын кесіп тастадым, оны сіздерге көрсетейін. Міне қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Май мынау деген. Құйрық жағының өзін май басып кеткен. Міне көріңіздер. Так, енді ішін көреміз. Міне қабырғалары да тау май ғой кәдімгідей. Май басып кеткен міне. Мына жағына шейін кетіп жатыр. Іші толған май, өз икральный еще май ғой. Ал, міне. Бұл біздің қиғашымыздың сазандары. Бұл балықтар өте дәмді, әрі сорпасы да тау. Жылқының сорпасын ішіп отқандай боласың ғой, кәдімгі. Слой май шығады ғой. Бұл видеоны түсірген себебім, ана жігіттер айтып жатады ғой, Ганшкин қиғаштың сазандары дәмсіз, көлдің дәмі шығады, балдырдың дәмі шығады деп. Жоқ, олай емес, қателесесіңдер жігіттер. Қиғаштың астында небір балдырлар бар, жейтін шөптер бар. Міне осымен қоректенген сазандар осындай дәрежеге жетіп отыр. Міне семіз, бұлар семіз. Міне ал осылай жігіттер.